отырған қыз. Әңгіменің авторы Камал Әлпейісова. Учаскелік дәрігер болып жұмыс істегелі бері неше түрлі шақыртуларға бой үйреніп кеткен Жәмила келген үйінің есігі ашық тұрғанына еш таңырқаған жоқ. Мұндай жай бұрын да талай рет болған. Табалдырықтан аттаған соң есік алдында сәл бөгеліп жөткірінді де, «Дәрігер шақырттыңыздар ма?» деді дауыстап. Оң жақтағы бөлмеден әлдегімнің ыңырсығаны естілгендей болды. Аяқ киімін шеше салып солай қарай ұмтылған Жәмиланың көзі диванда бүк түсіп жатқан ер адамға түсті. «Мұның не болды, қай жеріңіз ауырып тұр?» деп бастырмалата қойған сұрақтарын естігенін білдіргендей ыңыранғаны болмаса, оның сөйлеуге шамасы келмеді. Дереу тонометрін шығарып жатып, «Қап, медбикеге тезірек келдемегенімді қарашы, мына кісіні жалғыз өзім орнынан да қозғай алмаймын ғой» деп ойлаған Жәмила оның тоқыма күртешесінің жеңін қайырып қан қысымын өлшей бастады. Қан қысымы бұл жас шамасындағы адамдар үшін аса қатты көтерілмеген сияқты. Сонда бұл кісіні бебеулеткен қандай ауру болғаны? Бөлмеде әлде бір жағымсыз иіс байқалған соң айналасына барлай көз тастаған төсектің астынан кір жуатын шылапшынның жиегі көрініп тұр екен. Қолқаға тиген иіс те сол жақтан шығатын сияқты. Түсінікті болды. Әлденеден уланған ғой. Жәмила жағдайды дереу өз учаскесіндегі кезекшіге хабарлап, одан жедел жәрдем станциясына телефон шалып бригада шақыртты да өзі жан ұшыра жүгіріп жүріп марганцовка ертіндісін дайындап әкелді. Енді науқасқа бұл ертіндіні ішкізу керек, бірақ қайтып оның ертіндіні ішпек түгілі басын көтеруге шамасы жоқ екені көрініп тұр. «Шыдаңыз, сәл шыдаңызшы», деді амалы құрып жалынышты үнмен. «Қазір жедел жәрдем келеді». Сол кезде ақылап-үкілеп 5-ші қабатқа әзер көтерілген медбике үй ішіндегі жанталасты көріп есі шығып кетті. Екеулеп жүріп науқасты отырғызып, аузына ыдысты тосып, «Ішіңіз, ішіңіз» деп қосарлана айқайлап жүріп, әйтеуір бірнеше рет жұтқызды. Сәл демін алдырып ыдысты тағы аузына тақады. «Тағы кішкене ішіңізші, тым болмаса 2-3 рет ұрттаңызшы». Науқас тап қазіргі кезде мына шырқырап жүрген екі әйелден жақын жанашыры жоғын әлдебір түйсігімен сезінді ме, осылардың ыңғайына көніп аузын аша бергенде лоқсып алғашқы ішкен суы керақтарылды. Ішіндегі ащы запыраннан біршама арылып, бойы сәл жеңілдеген науқас өз жағдайының мәз еместігін, өмірі қыл үстінде тұрғанын түсінген болуы керек. Қасында шыр-пыр болып жүрген дәрігерге құтқара көр дегендей жалбарына қарады. Қол-аяғы балғадай зіңгіттей жігіттің мынадай қауқарсыз, дәрменсіз күйіне Жәмиланың жаны ашып кетті. «Байғұс, сәл кешіккенімізде өліп қалады екен, Құдай сақтады әйтеуір», деп іштей шүкіршілік етіп, есін жиған соң бұның айтқандарын істей бастаған науқастың асқазанын шайғызбақшы болып жатқанда апыр-топыр етіп жедел жәрдем бригадасы да келді. Арада біраз уақыт өтіп, бұл оқиға Жәмиланың есінен де шығып кеткенде қалалық денсаулық сақтау департаментінен бұлардың емханасына алғыс хат келіп түсті. Шағын ұжым қуанып, мәре-сәре болды да қалды. Жұмыс аяғында бөлім меңгерушісі арнайы жиналыс ашып, хатты оқып беріп, оған негіз болған өткенде Жәмила жедел көмек көрсеткен адамның қалалық департаментке хабарласуы екенін айтқанда, өздерінің мазасыз ақысы да төмен еңбектерін ешкім бағаламайды деп ойлайтын дәрігерлер мен медбикелер қуанысып, дабырласып қалды. «Оның қағазын тамақ қып жейсің бе, одан да ақшалай көмектессе етті», деп күңкілдеді шетте тұрған орта жастағы медбике. Басқа кезде болса бұл сөзді іліп алып кетушілер табылар еді, бірақ бүгінгідей еңбектері еленудің бір нышаны байқалған сәтте көпшіліктің көңілінде қуаныш басым болатын. Сондықтан алғыстың материалдық жағы туралы әңгімені ешкім қолдай қойған жоқ. У-шу болып алғыс қағазда әрқайсысы ұстап көріп, Жәмиланы шын ықыластарымен құттықтаған әріптестері жұмыстарының керектігіне сенімдері артып шығып, үйлеріне әрқайсысы алғыс алғандай болып тарады. Жәмила да кабинетінен қуанып шықты. Осында келгелі ресми түрде естіген бірінші алғысы еді бұл. Әйтпесе, мұндай алғыс хаттар, дипломдар мен сертификаттардың қаншамасы бар, бірақ оның бәрі өткен өмірінің жетістіктері. Облыс жабылып, ауруханада күрт қысқартулар басталғанда жалғыз адамның жұмыс табуы да, орналасуы да жеңілірек қой деп балалы шағалы әріптесінің орнына өзін тізімге енгізіп, неше жыл қызмет еткен қаладан кетуге мәжбүр болған.
Өзім білім алған Қарағандыға барсам бекен, әлде облыс орталығы Қостанайға кетсем бекен деп ойланып жүргенінде анасындай араласатын көрші апаның: «Шырағым, ел ауған жаққа құтта ауады» деген, «Сен еде болса жаңа Астана Ақмолаға барсаңшы» деген бір ауыз сөзі себепші болып, бірер күнде жиналып осында тартып кеткен. Жұмысқа тұру үшін бірнеше дәрігерлік мекемені аралап жүріп, осы емханаға тоқтауды жөн көрді. Себебі 10 жылдық тәжірибесі бар кардиолог дәрігердің түйіндемесін қарап отырып, емхана басшысы: «Әзірше учаскелік дәрігер болып кіре тұрыңыз, кардиологымыз зейнеткерлікке шығуға дайындалып жүр» дегенді. Бұл сөздер жалпы терапияны жақсы білетін болса да, кардиолог ретінде өз өңірінде жақсы танылған дәрігердің сол салада қызмет етуді қалаған көңілінің қалауын дөп басты. Әрі бұл емхананың жатақханасы да бар екен, жоғары білімді тәжірибелі маман ретінде шағындау бір бөлме бере алатындарын естігенде бас дәрігердің ұсынысына бірден келіскен. Содан бері де біршама уақыт өтті. Бейтаныс қала, етене жақын араласатын дос жолдас та жоқтың қасы болған соң, бұрында бұйығы мінезді бұл тіпті тұйықтала түсті. Кейде іштей торығып, бір-бірінен айырмашылығы жоқ күндерден қашып кеткісі де келетін. Бүгінгі оқиға сондай сүреңсіз тірлігіне сәл де болса сәуле шашқандай. Кешкі жиынды әріптестерінің құттықтауларын көз алдына елестетіп күлімсіреп қояды. Автобустан түсіп өзі тұратын жатаққа әдетінше үй-үйдің арасымен келе жатты. Жұмыс аяғы болған соң әрі-бері жүрушілер де көбейген шақ, бәрі де өзі сияқты асығулы. Көңіліндегі қуаныш ерте түскен қыстың ызғарлы ауасын, ойдым-ойдым жолдың ыңғайсыздығын сездірмей, тіпті бұрынғыдай аулалардың ықпыл-жықпыл қуыстарынан да қорықпай ақырын ыңылдап келе жатыр. Жатақхананың сыртқы есігінің алдында гүл ұстаған ер кісі тұр екен. Өте беріп көз қырын салып еді, оның күлімсірей бері қарай ұмсынғанын байқап сәл кідірді. Өзіне сұраулы жүзбен қараған Жәмилаға жақындай беріп, «Бейтаныс кісі, танымадыңыз ба?» деп тіл қатты. Жәмиланың танымағаны рас, бірақ бір жерден көрген сияқты. Бейтаныс кісі қысыла күлімсіреп: «Мені құтқарып қалып едіңіз ғой, осыдан бір ай бұрын. Есіңізде ме?» деді. «Я, енді есіне түсті. Медбике екеуі асқазанын жуғызып, жедел жәрдемге салып жіберетін кісі ғой. Ой, сәлеметсіз бе? Қалайсыз?» Жәмила қуана амандасты. Бейтаныс кісі қолындағы гүлін созды. «Мынау сізге». «Маған? Несіне әуре болдыңыз?» «Әуре болғаным жоқ. Қайта сізге келіп рахмет айтудың реті болмай ятты болып жүредім. Бүгін сәті түсті». «Ешқандай да ят емес, жұмысым ғой. Дегенмен сол күні сіз көмек көрсетпегенде аяғы жаман болады екен. Бірге болған әріптесіміз солай». «Не дейсіз? Ой Аллай, сізді періштеңіз сақтаған екен». «Сол періште сіз болдыңыз ғой деймін». Жәмиланың тұла бойы түршігіп кетті. Сосын өзіне ризашылығын білдіргелі келген кісіні есік алдынан қайтаруға ұялып қысыла тіл қатты. «Үйге кіріп шай ішіңіз». Қонақ Ақмолаға Алматыдан қоныс аударған мемлекеттік қызметші екен. «Алғашқы болып біз көшіп келдік» деп мақтаныш сезіммен айтты. Жәмила тоңазытқышты ашып жауып дастархан жасап жүргенде бір-екі рет көмектесейін бе деп ұмсынып қойған. Өзім деген бұған бұрын үй жұмысынан басымды ала қашушы едім. Қызық, қазір соны да сағынатын болыппын деп күле сөйледі. «Ал енді дұрыстап танысайық, құтқарушым», деді ол дастарханға жайғасқан соң қолын Жәмилаға созып. «Бақтияр Жетпісбаев, полиция подполковнигімін». «Жәмила, дәрігер екенімді білесіз ғой». Бақтиярдың ашық жарқын мінезді адам екендігі байқалды. Өзіне қатысты сөз болғанда қалшын қосып, кейде өзін мазақтап отырғандай сөйлейтіні де қызық көрінді. Сонау оқиға болатын күнде де солай түсіндірді. Өзі сияқты салт басты сабау қамшылылар жиналып Ақмоланың суығынан қорғану үшін осылай бой жылытатындарын, дүкеннен көзге түскен нәрселерді алып апыл-ғұпыл жей салатындарын күле отырып әңгімеледі. «Отбасымен тұратындар ыстық сорпа ішіп жылынса, біз амал жоқ ақаңмен жылынуға мәжбүрміз. Аяғы сол өзіңіз көргендей жайларға апарып соғып жатады. Сіздің де жолдасыңыз бар шығар? Неге ертіп әкелмедіңіз?» Сұрауын сұрағанмен қысылып қалды. Қонақ терезеге қарап отырып: «Келген, бірақ кетіп қалды», деді. «Мына жақтың ауырайына жатақханадағы тұрмысқа үйрене алмай қайтайық деп мені біраз үгіттеді. Шыны керек, жұмысты тастап кетуге бірге келген әріптестерден ұялдым. Әрі қиындыққа шыдамай бәріміз қашатын болсақ,
кім болғанымыз деген ой да маза бермеді. Не керек қайтпайтынымды білген соң жалғыз өзі Алматыға кете барды. Сіз ше? Қайдан келдіңіз? Кешіріңіз, бөлмеңізге қарасам ер адам тұрмайтын сияқты. Тұрмайды. Әлгі орнын табады деген ертегіге сенетін отырған қыздар санатынанбыз. Өзіне қанша рет қойылып әбден мезі қылған сұрақтың тағы да алдынан шыққанына ызасы келіп әрі қарай ширыға сөйледі. Тіпті сіздікінде кете баратын адам да біздің маңдайымызға жазылмапты. Осы кезге дейін налитын ем. Енді қарасам, қиындыққа шыдамай жарты жолда тастап кететін адаммен тұрғанша. Қонағының қабағы тұнжырап кеткенін байқап Жәмила кілт тоқтады. Ой, кешіріңіз, сіздің көңіліңізге тиіп кетті-ау сөзім. Кейде осылай ойламай айта салатыным бар. Кешіріңіз. Әскерде қызмет еткен жоқсыз ба? Мерген екенсіз. Бақтияр ренжімегенін көрсетіп күлімсіреп қойды. Сөзіңіз рас, несіне ренжимін? Тілін тістей қалған Жәмила сәлден кейін тағы сүрінді. Милицияны мен дейтін сол көзқарас атауы өзгерген кезде де өзгермеген қоғамда өскен ол қонағын полицейлікке қимай оқыс сұрақ қойды. Неге полиция болдыңыз? Бақтияр басын шайқап күлді. Сосын бұған тура қарап, жақсы көрген соң, деді. Қыздың сенбегенін байқап бір әңгіме айтты. Жалқау жарытып оқымаған бір туыс інісіне білімсіз, кәсіпсіз күн көре алмайтынын айтып, қалай өмір сүрмексің сонда деп ұрысса, қойшы, тіпті болмаса милициялыққа барам деген екен. Өкінішке қарай қоғамымыздағы біздің мамандыққа деген көзқарас осындай. Ал мен бала кезде мақсат қойып әскерден соң ішкі істер бөліміне бардым. Арнайы білім алдым, академияны бітірдім. Әлі де өсіп жетілу үшін бар күшімді салам. Кішкентай шеннен бастадым. Генерал болмай қоймаймын, деп күле айтса да мығым сөйледі. Тағы бір-екі кесе шай ішілген соң ертең жұмыс, сіз демалыңыз, деді Бақтияр орнынан тұрып. Сыпайы қоштасып шығып кеткен қонағының күлдіргі әңгімелерін есіне қайта түсіріп, жақсы көңіл күймен төсегіне жатқан Жәмила өз ойларына жымия жатып ұйықтап кетті. Ертесіне түске дейін әлденеге алаңдап жүрді. Сосын шұғыл шақыртумен учаскесінде жүрек талмасымен есепте тұратын кісіге барып, жедел жәрдем көрсетіп, басқа да жүгірістер көбейіп кеткенде көңіліндегі алаңнан да арылып бұрынғы қалпына түсті. Кешқұрым жатақханасына келгенде қатты шаршағанын байқады. Тамақ жасауға құлқы болмай, тіпті шай қойып ішуге де зауқы соқпай бір кесе айран ішті де жатып қалды. Таңертеңгі лездемеден келгенде жұмыс телефоны безілдеп жатыр екен. Медбике кешігіп келем дегені есіне түсіп, кардиолог тыңдап тұр, деді тұтқаны ала салып. Сіздің қабылдауыңызға кірейін деп едім, деді ер адам. 560310 нөміріне тіркеу бөліміне хабарласыңыз, қабылдауға келетін адамдарды кезекке солар қояды, деді де тұтқаны қоя салды. Телефон тағы шырылдады. Күні бойы осылай медбике болмаған кезде телефон қоңырауына жауап берем деп қабылдауда отырғандардың ренішіне қалатыны бар. Бірақ алмауға тағы болмайды. Ар жағындағы адам да қатты сырқаттанып жатуы мүмкін ғой. Кардиолог тыңдап тұр. Жәмила Бақтиярдың дауысын таныды. Мұның алдында қоңыраулатқан да сол екенін енді ғана түсініп күліп жіберді. Ой, Бақтияр, сіз екенсіз ғой. Бүгін медбикем жоқ, әбігерленіп жүріп дауысыңызды танымаппын. Онда кедергі болмайын. Сізді кешке киноға шақырғым келген. Жәмила сасып қалды. Сосын, жарайды, жұмыс аяғына қарай хабарласарсыз, шұғыл шақырулар түсіп қалмаса, деді. Араларындағы сыйластықтың тереңдеп бара жатқанын Жәмила да Бақтияр да түсінді, бірақ екеуі де әңгімені қалай бастарын білмей жүрген. Түсінісулеріне кездейсоқ жағдай Жәмила өзін бір айлық тағылымдамаға жібергелі жатқанын айтқанда, Бақтиярдың жұлып алғандай, мен қайтем дегені себепші болды. Жәмила күліп жіберген. Бақтиярдың жас баладай шошынған түрі сондай күлкілі әрі аянышты еді. Шындығында осы тағылымдама туралы естігенде кардиологияда күн сайын болып жатқан жаңалықтардан хабардар болу керектігін түсіне тұра өзі де іштей Бақтиярды қимай бас дәрігерге барып басқа маманды жіберсеңіз қайтеді деп қипақтаған. Бірақ бастығы дәрігердің тағылымдамадан өтіп тұруы керектігін айтып көнбей қойды. Міне енді амалсыздан жолға жиналып отыр. Үлкен жол сөмкесін ашып қойып енжар қимылдап киімдерін жинап отырғанда Бақтияр келді. Вокзалға өзім апарып салам деген. Есікті ашып состиып тұрып қалған мұны иығынан құшақтап өзіне қарай тартты да, сен ешқайда бармайтын болдың, деді құлағына сыбырлап. Мен келістім. Қалай? Кіммен? Бізде медициналық торап ашылған болатын, соған меңгеруші боласың ертеңнен бастап.
Бұрын басқа қызметтерге шақырғанда мен кардиологпын деп бас тартатын Жәмила бұл жолы қуанғаны сондай жігітті құшақтай алды. Қызды сүйген Бақтияр оны көтерген қалпы төрге озды. 2-3 күннен кейін Бақтияр жалдамалы пәтерден жалықтым деп мұның бөлмесіне көшіп алды. Бақтияр үйленгеніне айтарлықтай уақыт өтсе де әлі балалары жоқ екенін айтты бірде. Бастапқыда жас болдық, баланы керек еткен жоқпыз да, деді Жәмилаға бейтаныс қалыппен үгіле сөйлеп. Келе-келе әлдене жетіспейтіндей алаңдай бастадық. Сөйтсек ол бала екен. Салып ұрып дәрігерлерге бардық, одан қалды түрлі емшілерге қаралдық. Бәрі дұрыс, күтіңдер деді. Содан күтудеміз. Бұдан кейін екеуі ол тақырыпқа барған жоқ. Содан бері бала тусам ғой, сәбилі болсақ қой деген ой қайта-қайта жылт ете қалып, ақыры оңашада жаратушыдан жалбарына сұрайтын тілегі болып жүрегінің түбіне орнығып алған. Жүктілікті айқындайтын сынамадағы ап-айқын 2 жолақты көргенде жүрегі атқақтап бір отырды, бір тұрды. Телефонда әлденеше рет тере беріп өзіне тоқтау салды. Қой, әдемілеп дастархан жайып кешке салтанатты түрде хабарлайын деп шешті ақыры. Кешке Бақтияр әйелінің Астанаға оралатын болғанын айтып келді. Қонақ келеді ме? Деді дастарханның молынан жайылғанына енді ғана назар аударған Бақтияр. Жәмила жас толы жанарын аударып әкетіп басын шайқады. Таңертең Бақтияр үйден үлкен қара шамаданын сүйрей шықты. Көп ұзамай Жәмила бұрынғы емханасына ауысып кетті. Бақтияр оны іздеп барғысы келіп сан оқталған. Аяқ астынан бір шаруалар киіп кетіп кейінге шегеріле берді. Шаруа жоқ кезінде де бара алмады. Тәуекелі жетпеді. Сөйтіп жүргенде оны ойда жоқта кездестірді. Әйелі екеуі театрға барған. Киімдерін алайын деп тұрғанда анадайда Жәмиланың бір әйелмен сөйлесіп тұрғанын көрді. Бұрын қысқа етіп қиып қоятын шашын өсіріп, иығына төгілдіре бос қоя беріпті. Жүзі дөңгеленіп, маңдайы жарқырап, әдеміленіп кеткендей. Үстінде көзге таныс ақшыл түсті жеңіл пальтосы. Түймелемепті. Мойнына орай салған жұқа шарфтың астынан томпиып тұрған ішін көріп, тұрған орнында қатты да қалды. Іші ұлып қоя берді. Әңгіменің соңы оқыған Роза Сұлтаналиева.